Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі бізде анықсыздық модулі бойынша тақырып қозғалысқа байланысты мәтінді есептерді шешу тәсілдері. Жалпы қозғалысқа берілген есептерде біз білу керек мына бір үш шама бар. Ол бізде жүрген жол S пен белгіленеді, V жылдамдық және T уақыт. Жүрген жол дегеніміз ол не? Және формуласы қандай? S бізде тең болады V көбейту T деген формуланы біз бастауыштан бері өткенбіз. Бастауыш сыныптан бері барлық бала жаттап алған. Осындан V тең болады, мынау T бөлу болып барса, S бөлу T шығады. T уақыт тең болады S бөлу V. Осы үш формуланы бізде білу керек, үш шаманы білу керекпіз. Ескеру керек, есепте ешқандай шарт айтылмаса, онда қозғалыс бір қалыпты қозғалыс болып есептеледі. Жүрген жол, жылдамдық, уақыттың мәні еш уақытта теріс сан болмайды. Кез келген қозғалыстың өзгерісі лезде болып отырады. Енді қараңыз, тағы бір ескеру керек, барлық шамалардың өлшем бірліктері бір жүйеде болуы қажет. Мысалы, бізде жолымыз километр есебімен өлшенсе, ал жылдамдығымыз километр бөлінген сағат болса өлшем бірлігі, онда бізде уақытымыз да бізде сағатпен алынады. Мысалы, бізде қарап тұрсаңыз, метрмен берілсе, метр бөлінген сағат болса, онда уақытымыз сағатпен алынады. Яғни бір өлшем бірліктері бір жүйеде болу керек. Енді қараңыздар, қарама-қарсы бағыттағы қозғалыс. Бізде жалпы денелер қозғалғанда, мысалы жүк көлігі, денелер қозғалды деп айтылады. Сонда бізде қарама-қарсы қозғалыс, содан кейін бір бағыттағы қозғалыстар келтіріледі. Енді қарама-қарсы қозғалыста бізде қалай шығарамыз? Егер екі дене бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы бағытта қозғалып келе жатса дейді. Яғни мына сызбадан қарасаңыздар, қызыл автокөлік пен ақ автокөлік екеуі екі түрлі V1 және V2 жылдамдықта бір-біріне қарама-қарсы қозғалып келе жатыр. Көрдіңіздер ме? Қарама-қарсы қозғалып келе жатса, ол кезде бір-біріне жақындау жылдамдығын анықтау үшін екеуінің жылдамдығын қосу керек екен. Сонда екі дененің арасындағы бастапқы ара қашықтық пен екі дененің кездесу уақытын бізде анықтау үшін S тең болады V1 қосу V2 көбейту T деген формуламен есептеледі. Сол кезде есте сақтаңыздар, бір-біріне қарама-қарсы бағытта дене қозғалып бара жатса, олардың жылдамдықтарын қосамыз жақындау жылдамдығын анықтау үшін. Тағы да осы қарама-қарсы бағытта қозғалыста бір уақытта бір нүктеден екі жақ бағытта кетсе, бағана бізде мынандай болды ғой, дене яғни екі жақтан бір-біріне қарама-қарсы қозғалып келе жатты. Бағана бірінші суретте, бірінші бетте. Осы кезде бізде не істедік? Екеуінің жылдамдықтарын жақындау жылдамдығын анықтау үшін қостық. Енді қараңыз, мына екінші сызбада бір жерде нүктеде тұрған, бір нүктеден екі жаққа кетіп жатыр дене, көрдіңіз бе? Қарама-қарсы. Бұл кезде де екеуі жылдамдықтары V1 және V2, осы кезде алшақтау жылдамдығын да қосамыз. Сонда бізде нәтижесінде қараңыздар, қарама-қарсы бағытта қозғалып бара жатыр десе, бірден мына жылдамдықты қосуды не істейміз? Ескеру қажетпіз. Енді қараңыз, бір бағытта қозғалыс дейді. Енді егер екі дене бір уақытта бір бағытты қозғалып бара жатса, яғни мынау жол, мынау бірінші дене бір бағытта, екінші дене де сол бір бағытта қозғалып бара жатса, онда олардың бір-біріне жақындау жылдамдығын анықтау үшін оны не істейміз? Жылдамдықтарын азайтамыз. Сонда екі дененің арасындағы ара қашықтығын анықтау үшін V1-ден V2-ні азайтып T-ға көбейтеді екенбіз. Осы бір бағыттағы қозғалысты қараңыз, бір нүктеден бастап шықса, бір нүктеден бір бағытта қозғалып бара жатса, онда олардың бір-біріне алшақтау жылдамдығын да анықтау үшін не істейді екенбіз? Жылдамдықтарын азайтады екенбіз. Мұндағы ескеру керек, бірінші автокөліктің жылдамдығы екіншісінен үлкен болу керек. Яғни қай көліктің жылдамдығы үлкен, сол үлкен жылдамдықтан кіші жылдамдықты азайтамыз, және де қозғалыс басталған соң T уақыттан кейін екі дененің бір-бірінен ара қашықтығын анықтау формуласы V1 минус V2 көбейту T формуласымен анықталады екен. Енді шеңбер бойымен қозғалысты қараңыздар. Егер екі дене бір уақытта бір нүктеден қарама-қарсы бағытта қозғалса, біз айттық, қарама-қарсы бағытта қозғалса, олардың жылдамдықтарын қосамыз дедік. Сонда қараңыздар, мына бірінші велосипедші шеңбер бойымен бір бағытта, екінші велосипедші оған қарама-қарсы бағытта қозғалса, онда не істейміз? Екеуінің жылдамдықтарын қосамыз. Осы кезде бізде мына жерде шеңбердің ұзындығын анықтауға болады екен. Мына жерге екеуі кездеседі, ол бір жерде, қандай да бір жерде кездессе, шеңбердің ұзындығы анықталады екен.
Енді егер екі дене бір уақытта бір нүктеден бір бағытта В1 және В2 жылдамдықтармен шеңбер бойымен қозғалып келе жатса дейді. Яғни мына жерде велосипедші мына бағытта, екінші велосипедші де сол бірдей бір бағытта шықса, біз не істедік? Бір бағытта деген сөзді көрсек, біз онда олардың жылдамдықтарын азайтамыз дедік. Сонда S-тен болады В1 мен В2 көбейту Т болады екен. Осы жерде орташа жылдамдық деген ұғыммен танысайық. Орташа жылдамдық дегеніміз барлық жүрген жол, көрдіңіз бе? Барлық жалпы жүрген жолдың сол жолды жүруге кеткен уақытқа қатынасын орташа жылдамдық дейді. Міне, Т жалпы. Яғни бізге айтады, мысалы, қандай да бір жол бар, мысалы, бір жолдың бөлігі, мысалы, А қаласынан Б қаласына дейін, мысалы, жол жүреді, автокөлік. Осы кезде мына бастапқы бөлігін, мысалы, бірінші бөлігін қандай да бір S1 қашықтықта Т1 уақытта жүреді. Сосын қандай да бір екінші бөлігін, ол S2 қашықтықта Т2 уақытта жүреді. Сосын мына жерден бір үшінші бөлігін S3 қашықтықта Т3 уақытта жүреді. И төртінші бөлігін S4 қашықтықта Т4 уақытта жүреді деп беріледі есептерде. Осы кезде орташа жылдамдығын анықтаңыз дейді. Осы кезде не істейміз? S1, S2, S3, S4 дегендер бәрін қосып шығамыз да, нәтижесінде кеткен жүрген уақыттарды Т1, Т2, Т3, Т4-тің қосындысына бөле салады екенбіз. Енді бізде мынандай бір жағдайлар болады. Егер дене жолдың бірінші жартысын В1 жылдамдықпен жүрсе дейді. Ал жолдың екінші жартысын В2 жылдамдықпен жүрсе, онда оның орташа жылдамдығын анықтаудың мынандай қорытылған түрі бар екен. Бағана қарап тұрсаңыздар, мына формуладан бізге берілген, біз қорытып әкеледі екенбіз. В орташа тең болады 2В1 көбейту В2 бөлінген В1 қосу В2. Бұл формула қайдан шығады? Яғни мына жерде бізде жол берілген, жолдың айтады бірінші, екінші жартысын дейді, дәл ортасы ғой сонда. Жол мысалы екі бөлікке бөлінген, бірінші жартысын ол В1 жылдамдықпен, екінші жартысын В2 жылдамдықпен жүрсе, бізде В орташаны анықтау формуласы мына жерде көрсетілген. Енді мынандай есеп болуы мүмкін. Егер дене жол жүруге жұмсалған уақыттың дейді, бана жолда болды ғой, енді уақыттың бірінші жартысын В1 жылдамдықпен, ал уақыттың екінші жартысын В2 жылдамдықпен жүріп өтсе дейді, онда дененің барлық жолдағы орташа жылдамдығы мына формуламен есептеледі екен. В орташа тең болады В1 қосу В2 бөлінген 2. Енді есеп шығару барысында бұл формулаларды қолданатын боламыз. Бірінші есеп. Екі жаяу жүргінші бір пунктіден бір уақытта қарама-қарсы бағыт дейді. Көрдіңіз? Бір пунктіден тұрады, яғни бір пункттен қарама-қарсы бағытта жолға шықты. Біріншісінің жылдамдығы берілген, екіншісінікі де берілген. 5 сағаттан кейінгі екеуінің арасы неше километр болады дейді. Енді қараңыз, бір пунктте тұрады, осыдан қарама-қарсы, бір пункттен бір уақытта қарама-қарсы дейді. Яғни бізде бірінші, мысалы, жаяу жүргінші ол бізде шығысқа жүретін болса, екінші жаяу жүргінші қарама-қарсы батысқа жүреді. Осы кезде қараймыз, мынау бізде В1 қайындайды жылдамдықпен, В1 жылдамдықпен болсын біріншісі, екіншісі немесе В1 бола берсін, В2 жылдамдықпен бола берсін. Екеуі екі жаққа қарама-қарсы шығады. Біз айттық, қарама-қарсы шықса бізде не істейміз? Жылдамдықтарын қосамыз, бір-біріне В1 қосу В2 болады. Сол кезде бізде жалпы бізде екеуінің арасы неше километр болды деп тұр ғой. Екеуінің арасының километрінің қашықтығын анықтау үшін S-тен В1 қосу В2 көбейту Т деген формуланы қолдана саламыз. Болды. Яғни бізде не істейміз? 6-ға қосамыз 8-ді, көбейтеді екенбіз 5-ке. Осы жерде 14-ті 5-ке көбейткенде 70 шығады екен, жауабы 70 километр. Мына жерде бізде 70 деген жауаптар ол С. Екінші, А пунктінен Б пунктіне жүк жолға шықты дейді. Жүк деген, яғни жүк көлігі болып тұр ғой. 1,2 сағаттан кейін артынан автобус. Басында жүк көлігі шықты, одан кейін автобус шықты дейді. Бізде екі көлік бар. Автобус жолға шыққаннан кейін 0,8 сағат өткен соң жүк машинасының
жүк машинасынан 24 км артта болды. Автобустың жылдамдығы жүк машинасының жылдамдығынан 30 км сағат артық. Автобустың жылдамдығын табыңдар. Бұл қозғалысқа берілген күрделі есептердің бірі. Яғни біз ең бірінші бұл есептерді жазып, сызбасын сызып жазып алайық, мыжып түсініп алайық. А пунктінен Б пунктіне бірінші жүк көлігі шықты. Міне жүк көлігі шықты. Міне жүк көлігі, жүк. Енді бұл жүк көлігі шыққан кезде бұның қандай да бір жылдамдығы болады ғой, В жүк көлігі шықты. 1,2 сағаттан кейін артынан автобус шығады. Міне автобусты кішкене нәжге алайын. Автобус артынан шығып жатыр. Бұл қандай да бір В автобус, В жылдамдықпен шықты. Енді бізде айтады. Автобустың жылдамдығы жүк машинасының жылдамдығынан 30 км сағат артық дейді. Не деп тұр? В автобус тең болады В жүк көлігінен артық деп тұр 30 км сағатқа. Яғни мына бір теңдікті жазып алдық. Сосын айтады. Жүк машинасынан 24 км артта болды дейді. Енді қараңыздар, бұл жерде тағы да мен мынандай бір кесте құруды ұсынамын. С, В, Т. Яғни әрбір көліктің жүрген жолын, жылдамдығын, уақытын сипаттап жазып алуға болады екен бізге, жазып алайық. Осы кезде қалай болады? Мына жерде бізде бірінші ол бізде жүк машинасы, мынау автобус. Енді айтады. Бізде белгілі шамаларды қарайық. Міне 1,2 сағаттан кейін артынан автобус шықты. Автобус жолға шыққаннан кейін 0,8 сағат өткеннен соң дейді. Сонда автобустың өзі уақытын қарайықшы, 0,8 сағат жүреді автобус. Ал жүк көлігі ол алдында шықты ғой, 1,2 қосу 0,8, сонда 2 сағат жүреді жүк көлігі. Енді айтады, жүк машинасынан 24 км артта болды дейді. Яғни жүк машинасы қандай да бір S жол жүрсе, автобус 24 артта болады, яғни S-24 жүріп тұр. Алдыда болса S-ға 24 қосылушы еді, бірақ бұл S-ті әлі жүрген жоқ. Мұнда айтып тұр, жүк машинасынан 24 км артта болды дейді. S-24 болады. Енді жылдамдығына керек. Жылдамдық жаңа біз айттық, автобустікі бізге нен табу керек? Автобустың жылдамдығын, В автобус табу керек екен. Осыдан мен В жүк көлігін өрнектеп алайыншы, 30-ды мына жаққа жіберем. В автобус минус 30 деп жазайын. Сонда мына жерге жүкке жазайын. В автобус минус 30, ал мына автобусқа В автобус деп жазам. Енді осы жазып алған есептеулерден мен формуланы жаза салам. Жүк көлігінің жүрген жолы не нәрсе етен? S тең болады. В көбейту Т. Енді В деп тұрғанымыз не ол? В автобус азайту 30 көбейтілген 2. Ал S-24 автобустың жүрген жолы тең болады. В автобус көбейтілген 0,8. Енді осы жерде бізде уже теңдеу шықты, мен қазір нәрсем түсін өзгерте сайын, теңдеулер жүйеге құрып теңдеу шығарып жерсем болады. Осы кезде бірінші нәрсе жақшаны ашып жіберейін. 2 В автобус минус 60. Ал мына жерде S-тің орнына мен қазір мұнан түсініктілішіне астан жасылайшы бұлай. Мына жаққа жазайын. S тең болады 2 В автобус минус 60. Так, астындағы S тең болады. Мына минус 24-ті мен теңдіктің екінші жағына апарам, Сонда не болады? 0,8 В автобус минус плюс барады, плюс 24 жүйе. Енді қараңыз, екеуінің S-тар тең ғой, сондықтан мен не істеймін? Мына бөлікті мына бөлікке теңестіре салам. 2 В автобус минус 60 тең болады екен 0,8 В автобус қосылған 24. Осы жерде 0,8-ді теңдіктің екінші жағына апарам. 1,2 В автобус тең болады 60-ті 24-ке қосам 84. Сосын 1,2 не істелінеді? 84-ке бөлінеді. Сонда В автобус тең 84 бөлінген 1,2 тең болады екен 70. Сонда бізге сұрақты оқып аламыз, автобустың жылдамдығын анықта деді. Автобустың жылдамдығы мұны тауып тұрық, ол 70 км сағат. Яғни ол бізде С жауабы екен. Есепті мұқият тағы да бір қарап шығыңыздар. Енді үшінші есеп. Қасқыр өзінен 83 метр қашықтықтағы түлкіні
мынандай жылдамдықпен қуады дейді. Яғни қасқыр бар бізде, түлкі бар, иә. Содан кейін түлкі қасқырдан мынандай жылдамдықпен қашты дейді. Яғни 10,2-ден 1 метр секунд. Қасқыр түлкіні неше секундтан кейін қуып жетеді дейді. Енді бұл қозғалысты қараңыздаршы, бұл бір бағытты ма, или қарама-қарсы ма? Мына, ойлана беріңіздер. Мынау қасқыр. Иә, қасқыр жүгіріп бара жатыр. Жылдамдығы берілген қасқырдың, В қасқырдың жылдамдығы. Мынау бізде түлкі. Мына қасқыр түлкіні қуып бара жатыр ғой, түлкі міне. Түлкі не істейді? Түлкі қашып бара жатқан бағытты қасқыр артынан қуып бара жатыр. Сонда бұл қозғалыс бір бағыттағы қозғалыс. Бір бағытта болса біз не дедік? Жылдамдықтарын біз не істейміз? Азайтамыз. В қасқыр азайтамыз, В-ті болады. Осы кезде енді қасқыр түлкіні неше секундтан кейін қуып жетеді дейді. Екеуінің бастапқы ара қашықтығы беріліп тұр 83 метр. Енді біздің формуламыз қандай еді? Біздің формуламыз S-тен болады. В қасқырдан азайтамыз В түлкіні, көбейтеміз Т-ға. Енді бізде керісінше Т-ны сұрап тұр, иә? Осыдан Т-тен болады. S-ті бөлеміз, В қасқырдан азайтамыз В-тіні. Енді қараңыздар, S дегеніміз ол бізде беріліп тұр 83 метр, иә? Енді бізге тауып алу керек қасқыр мен түлкінің жылдамдықтарын айырмасын. Мына жерде бізде аралас сан берілген екен, мен мына жерге есептеп жаза берем, иә? Қазір мен ауыстыра салайын. Түсінікті болу үшін сол кезде қараймыз. В қасқыр дегеніміз 16,7-тен 3. Азайтамын 10,2-ден 1, ол түлкінің жылдамдығымен берілген 10,2-ден 1 метр секунд түлкінің жылдамдығы. Қасқырдікі 16,7-тен 3 деп берілген. Енді бізде араласындарды азайтқанда біз не істейміз? Ортақ бөлімге келтіреміз, 2 мен 7 түйіндесі ортақ бөлімі бізде 14. Так, 16 бүтін, мына жерде 14-тен 6 азайтады екенбіз, 10 бүтін 14-тен 7. Енді бізде білеміз, 6-тан 7 азайтылмайды, 1 бүтін береміз. Сонда 15 бүтін 14-тен 20 азайтады екенбіз, 10 бүтін 14-тен 7. Осы кезде бізде шығады екен 5 бүтін 14-тен 3 шығады. Енді бізге бұны бұрыс бөлшекке айналдырып алу керек. 14-тен 14-ті 5-ке көбейтеміз, бізде қанша? 70. 70-ке 3-ті қосамыз, сонда бізде тең болады екен. 3 емес 13 қой мына жерде. 20-дан 7 азайтқанда 13. 70-ке 13 қосқан кезде 83 болады екен. Енді осы мәнді мына жерге әкеп жаза саламыз. S деп тұрғанымыз ол бізде 83 метр, міне беріліп тұр 83 бөлінген, екеуінің жылдамдығының айырмасы 83 бөлінген 14. Енді 83 пен 83 қысқарады, 14 алымға барады, 14 секунд болады екен, иә жауабы. Сонда жауап шығып тұр, міне 14 секунд. 4-ші тапсырма. Автокөлік алғашқы 2 сағатты 50 км/сағат жылдамдықпен, содан кейінгі 1 сағатты 100 км/сағат жылдамдықпен, соңғы 2 сағатты 75 км/сағат жылдамдықпен жүріп өтті. Барлық жолдағы автокөліктің орташа жылдамдығын табыңыз. Бағана сіздерге айтылып кеткенде, В орташа жылдамдығы тең болды екен, қалай болды? S1 қосылған S2 қосылған S3, бізге қараймыз, неше жолға бөліп тұр? Алғашқы 2 сағат дейді, содан кейінгі 1 сағат, соңғы 2 сағат дейді, яғни 3 бөлікке бөлініп тұр, жол. 3 жүрген жолды қосамызда, осы 3 жүрген жолға кеткен 3 уақыттарының қосындысына бөлеміз. Енді бізде қараймыз, жүрген жол S бізде берілмеген, бізде жылдамдығы берілген. Ал біз білеміз, S тең болады V көбейту T екен білеміз ғой. Сонда S1 тең болады V1 көбейтілген T1, қосу S2 тең болады V2 көбейтілген T2, қосылған S3 тең болады V3 көбейтілген T3. Және де бөлеміз T1 қосылған T2 қосылған T3. Осыдан кейін тең болады, енді арға есептейік. V1 деп тұрғанымыз 50-ге тең. Так, T1 дегеніміз 2 сағат деп тұр ғой, 2-ге тең. Так, қосамыз, ары қарай. V2 деп тұрғанымыз 100, T1 бізде 1-ге тең, 100 көбейтіліп 1 қосамыз. V3 дейді, соңғы 2 сағат деп тұр, яғни T бізде 2-ге тең, V 75-ге тең. 2 көбейтілген 75. 75 көбейту 2 айырмашылығы жоқ. Сонда сағаттарымыз 2, 1, 2. 2, 1, 2. Бәрін қосып шығамыз. Сонда бөлімде шығады екен 5 сағат, жалпы 5 сағатта жүрген. Так, 100-ге, мұнда 50-декке көтсек 100 қой, 100-ге 100 қосамыз 200. Так, 275-ке көйтсек бізде 150. Сонда
бізде 200-ге 150 қосатын болсақ, бізде қанша болады? 350 болады. 350-ді 5-ке бөлсек, бізде 70 болады екен. Сонда орташа жылдамдық 70 шығып тұр. Келесі 5-ші, екі пароход кездескеннен кейін біреуі оңтүстікке, екіншісі батысқа жүзіп кетті. 2 сағаттан соң дейді, 2 сағаттан соң олардың ара қашықтығы 60 км болды. Пароходтың біреуінің жылдамдығы екіншісіне қарағанда 6 км сағатқа артық екенін біле отырып, осы жылдамдықтарды тап дейді. Яғни қараңыз, екі пароход кездесті, яғни бір нүктеде. Біреу оңтүстікке жүреді дейді. Оңтүстік дегеніміз бізде төменгі бағыт. Картадан білесіздер, географиядан оңтүстік бізде төменгі бағытты аламыз. Сосын батыс деп тұрғанымыз, ол бізде мысалы Қазақстан картасынан Каспий жақ, батыс дегеніміз батысты аламыз. Сосын екеуі екі жаққа жүзіп кетті. 2 сағаттан соң дейді, 2 сағаттан соң екеуінің арасы 60 дейді. Яғни мына екеуінің арасын қосатын болсақ, үзік нүктемен қараңыз, бізде қандай үшбұрыш шығып тұр? Тік бұрышты үшбұрыш шығып тұр. Екеуінің ара қашықтығы 60 км болды десек, мына жер 60 км, бұл бізде тік бұрышты үшбұрыштың гипотенузасы, 60-қа тең. Ал енді мына жақта ол S1, яғни бірінші пароходтың жүргені, мына жақта екінші пароходтың жүргені. Енді бізде Пифагор теоремасын білесіздер, А квадрат қосылған Б квадрат тең болады екен С квадрат. Осы жерде бізде қалай болады формула? S1-дің квадраты бірінші пароходтың жүрген жолының квадратының, қосамыз екінші пароходтың жүрген жолының квадратының тең болады 60-тың квадратына. Болды, осыны орнына қоя саламыз. Енді S1 дегеніміз не? S1 дегеніміз бірінші пароходтың жылдамдығын көбейтеміз Т-ға. Т дегеніміз 2 сағат, 2-ке тең. S2 тең болады V2 жылдамдықты көбейтеміз Т-ға, 2-ке тең, Т. Енді V1, V2 бізде жоқ қой. Пароходтың біреуінің жылдамдығы екіншісіне қарағанда 6 км сағатқа артық дейді. Сонда қараймыз, V1 тең болады екен. V1 несі V2-ні алсақ та болады, мұнда разница жоқ, екеуінің біреуі деп тұр, V1 тең болады V2 қосу 6, өйткені 6 км сағатқа артық деп тұр жылдамдықты. Сонда мына жерге S1-ді біз қалай өрнектейміз? S1 тең болады, V1 деп тұрған орнына мынаны қоямыз, V2 қосу 6 көбейтеміз, Т дегеніміз 2-ке тең, көбейту 2 болады. S2 дегеніміз қалай болады? V2 көбейтеміз, Т деп тұрған сол бізде 2-ке тең 2 болады. Енді ары қарай біз осыны аламыз да, мына біз негізгі формуламызға қоя саламыз, бітті, осымен есеп бізде шығады екен. Қазір мына жерде түсін өзгертіп алып, шығарып жіберейік. Енді мына негізгі формуламызды алайық. S1 дегеніміз бізде мынау. Сонда V2 қосылған 6-ны көбейтемін 2-ге, осының квадраты, қосамыз, мына жерде 2V2-ның квадраты, 2V2-ның сыртында квадраты тең болады 60-ның квадраты, ол 3600-ге тең. Енді мына жерде 2-ні квадраттап жүрсек не болады? 4 болады. Ары қарай V2 қосу 6-ның квадраты А плюс Б-ның квадраты ғой. Бірден ашып жібере берем. А квадрат қосу 2AB, яғни 12V2 қосу, бұл қысқаша көбейту формуласы 7-ші сыныптың тақырыбы. 36. Қосу 4V2-ның квадраты болады. Тең 3600. Осы жерде мен барлық теңдікті 4-ке бөліп жіберейік деп айтам. 4-ке бөліп жіберейік барлығын. Сонда мына жерде не болады? Қысқарып кетеді. V2-ның квадраты қосылған 12, V2 қосылған 36. Қосу мына жерде V2-ның квадраты тең болады 900-ге. Осыдан бізде мына жерде жылдамдықтарын қоссақ 2V2-ның квадраты қосу 12V2, минус 900-ден 36-на азайтқан кезде 764, 764 тең 0. Осы жерде тағы да 2-ге бөліп жіберейік. Сол кезде қалай болды? V2-ның квадраты қосылған 6V2 минус 432, тең 0. Осы квадраттық теңдеуді біз мына жерге алып кеп жазайын. Осы жерге шығарайық. V2-ның квадраты қосылған 6V2 минус 432 тең 0 болады. Енді дискриминант табамыз. Дискриминант B квадрат, яғни 6-ның квадраты 36. Минус болса қосамыз. 4-ті 432-ге көбейтіп жіберейік. 4-ті 432-ге көбейтіп жіберетін болсақ, бізде шығады екен 1728. 1728. Осыған бізде қосады екенбіз 36-ны тең болады екен
1764. Так, ол бізде 1764, ол бізде 42-нің квадрат екен. Сонда мына жерде v1, v2-ні тапсақ, тең болады екен -6 плюс минус түбірден шығады 42 бөлеміз 2. Біз минус санды алмаймыз ғой, жылдамдықта плюсін аламыз. Сонда 42-тен 6-ны азайтамыз, қанша болады? 36. 36-ны 2-ке бөлеміз, сол кезде бізде 18 шығады. Бір жауапты аламыз, 18-ді. Сонда бізде v2 18 болады, v2, ал енді v1-ді анықтау керек. Бізде айттық, v1 тең v2 қосу 6 деп жазып қойдық. Яна жақты, сонда тең болады 18 қосылған 6, ол бізде болады 24. Сонда жауабы 18-де 24 деген мынау А жауабы болады екен. Келесі 6-шы есеп. Екі қаладан бір-біріне қарама-қарсы бір мезгілде екі пойыз шықты. Қарама-қарсы шықса, біз не істейміз? Жылдамдықтар қосылады. Бірінші пойыз 5 сағатта 60 км, ал екіншісі одан 1,5 есе артық жол жүрді. Егер екі пойыз 3 сағаттан соң кездессе, онда қалалардың ара қашықтығы неше километр дейді. Міне қараймыз. Екі қаладан бір-біріне қарама-қарсы. Яғни бір пойыз былай шығады, екінші пойыз міне былай шығып тұр. Енді қара, бірінші пойыз не істейді? 5-тен 3 сағат жүреді. 5-тен 3 сағатта қанша жүріп тастады дейді? 60 километр жол жүреді екен. Екіншісі одан 1,5 есе артық жүреді дейді. Екіншісі дәл сол сағатты жүреді, ол 5-тен 3 сағат жүреді. Және де 60-тан 1,5 есе артық десек, 60-ты 1,5 есе көбейтеміз, 90 километр жол жүреді екен. Екіншісі. Егер екі пойыз 3 сағаттан соң кездессе дейді, яғни екеуі не істейді? Т-тен 3 сағатта екеуі кездеседі, бір жерде кездеседі ғой. Сонда онда қалалардың ара қашықтығы неше километр дейді, жалпы S-ті сұрап тұр. Енді біз айттық, S-тен екеуі қарама-қарсы болса, жылдамдықтар қосылады, я? V1 қосу V2 көбейтілген Т. Енді бізде Т деп тұрғанымыз 3-ке тең, енді V1 мен V2-ні анықтап алайық. Мына жерден жазсақ болады. V1 деп тұрғанымыз, V1 деген өзі V-ның формуласы қалай? S бөлу Т ғой. Осыдан бізде V1 тең болады екен 60 бөлінген 5-тен 3. Сонда мына жерде 60 пен 3-ті қысқарам 20. 5-20 көзіледі 100-ге тең. Ал V2 тең болады екен. S2 дегеніміз бізде 90. 90-ды бөлеміз 5-тен 3-ке. Осы жерде 3 пен 90 қысқарады 30. 5-ті 30-ға көбейткен кезде 150-ге тең болады екен. Енді сонда S-іміз тең болады 100-ге, қосамыз 150-ді, мына V1, V2 орнына қойдым, я, көбейтем Т. Т деген 3-ке тең. Сонда 250-ді 3-ке көбейтем, менде шығады 750 шығады екен. Сонда бізде екі қаланың ара қашықтығы 750 километр. Келесі осымен сабағымыз аяқталды. Соңына дейін тыңдағандарыңыз үшін рахмет, сіздерді құттықтаймыз, жаңа білім алғандарыңыз үшін.